Алдарыңыз қалай? Адам болғалы бай болғысы келеді, ақылды болғысы келеді, жақсы адам болғысы келеді. Негізі байлықтың сыры, жақсы адам болудың сыры, абыройлы болудың, иманды берік ұстап жүрудің сыры бір-ақ нәрсеге байланысты. Соны түзесеңіз, бәрі жақсы болады. Ол не нәрсе? Осыған мысалды келтіре кетейін. Бір миллионер біраз жыл өзімен бірге жұмыс істеген хатшысы зейнеткерлікке шығарда, оған жан ашып, қартайған шағында қиналмай өмір сүрсінші деп $2 миллион беріпті. Хатшы соған: мұныңыз не? Мен сіз ойлағандай құралақан емеспін. Менің де бірер миллиард жиған тергенім бар депті. Миллионер таң қалып: сіздің ай сайынғы жалақыңыз небәрі $5-6 мың емес пе еді? Аз ғана жалақымен қалайша сіз осынша ақшаны жинадыңыз депті. Сонда хатшы: мен үнемі сізбен бірге жиналысқа қатысатынмын. Сіз телефонмен бәленше бос жерді сатып алғанда, мен де дәл сол жерден тырнақтай жерді сатып алатынмын. Сіз құнды қағаз алғанда, мен де дәл солай алып қоятынмын. Сөйтіп сіз миллион тапқанда, мен 100 мың таптым. Сіз миллиард тапқан кезде, мен миллион таптым депті. Шыбынмен жүрсең боққа барасың, арамен жүрсең гүлге барасың, ақылдымен жүрсең өрісің кеңейіп, парасатты боласың деген осы шығар. Қысқаша айтқанда, жақсымен жүрсең жетесің мұратқа, жаманмен жүрсең қаласың ұятқа дейді қазақта. Сенің өмір сүріп жасап жатқан ортаң қандай? Сен кімдермен бірге жүрсің? Міне, сыры осы. Міне, осы өте маңызды. Еңбекқормен бірге болсаң талпынасың, ақылдымен жүрсең данышпан боласың, білгішпен жүрсең түбі биікке шығасың ағайын. Бір энергиясы жақсы адамдар болады, күн сияқты. Қайда жүрсе де сол жерді нұрға бөліп жүреді. Сондай кісілердің жанында болу керек. Керісінше арман бағыты жоқ адамдар болады, ондайдан алыс жүру керек. Өйткені ондай адамдар сені арман мақсатыңды ұрлап алуы мүмкін. Негізі адамның өмірде 3 рет бақ қонатын кезең болады деседі. Оның бірі алғашқысы мектепте жақсы ұстазға жолыққан кезде. Екіншісі қызметте жақсы ортаға тап болған кезде. Үшіншісі жарыңды дұрыс таңдаған кезде. Демек, бұл өмірде сен кімсің? Бұл маңызды емес. Маңыздысы сен кіммен бірге жүрсің. Сондықтан жақсы істің басынан табылып, жақсымен бірге жүрейік ағайын. Жақсы болуға тырысайық.